Gurulduyor da. Bugün Navruz Gecesi istеп жатырмыз. Самауырынға бұрын ата-бабаларымыз самауырмен шай ішкен болатын. Самауырынға шай қойып, мына сүт жай істейміз қазір. Наурыз көжемен бірге. Видеомыздың соңына шейін көріңіздер. Мына самауырынға қайнаған шай таза қайнаған керемет сүт шай болайын деп тұр. Сүтпен қоса тағы да бір сүт шайға қосатын бір дәмді дақылым бар. Видеомның соңына шейін көрсеңіздер, мына сүт шайдың қалай дайын болғанын көресіздер, қалай дәмді болғанын көресіздер. Мына самауырының шайын көресіздер қазір. Мынаусын самауырының керней деуші еді. Сол кернейі жоқ болғандан менің жолдасым мынаны қолдан жасап берді. Отты жақсы тартады да мынау. Видеомның соңына шейін көріңіздер. Қазір мен керемет сүт қосылған, тағы да бір керемет бір зор нәрсе қосам, соны көресіздер. Самауырында шайым далада самауырында қайнап жатыр. Қазір ыстық наным пісті. Қазір самауырының қайнаған шайына мына апамның шайы деген заваркымды қолданам, сүтімді қолданам. Кейін мына тары, қазір тарыны жуып қойдым. Енді ыстық су қойып кішкене жібітіп аламыз. Тарымызды тарыны ыстық суға жібітіп қоямыз 10 минутқа. Суы тартылады. Далада самауырында шай қайнап жатыр. Қазір 10 минуттан кейін даладағы самауырындағы шайға сүт қосылған тары шайымызды демдейміз.
Самаурында шайымыз қайнады. Мына тарымыз, жібітілген тарымыз, мына су тартылды. Бисмиллахиррахманиррахим. Sütümüz, mına kaymağı mına. Mına burun 35 жыл алдыңғы өзімнің анамның берген анамның көзі шайнегім. Осыған мына бүгін самауырның шайын демдейін деп жатырмын. Мына пиаламда 35 жыл алдын өзімнің артымнан келген пиалам. Анамның, ата-анамның көзі. Мына самауырымыз қайнап тұр. Mına süt çayımız daim oldu. Süt çayımız daim oldu. Tarı qo'shilgan. Mana nabat qo'shib